Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тіл сабағы 58-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз сөз және оның мағынасы. Бірінші жаттығу. Өлеңді рөлге бөліп оқы. Қазым, қазым, қаңқылда. Қазым, қазым, қаңқылда, көлде жүзіп салқында. Жем шашайын жейсің бе? Кәмпит берші дейсің бе? Жоқ, кәмпит болмайды ас. Арпа менен бидай шаш. Деп қаздарым қаңқылдап, көлде жүзді саңқылдап. Сапарғали Бегалин. Өлең не туралы айтылған? Үй құстары немен қоректенеді? Олардың пайдасы қандай деген сұрақтарға жауап беріңдер балалар. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Қаз суда жүзеді. Мен 100-ге дейін санаймын. Жүзің жарқын болсын. 100 сөзінің мағыналарын түсіндір дейді. 100 сөзі теңгені білдіреді және адамның келбетін білдіреді, және жүзеді, яғни суда жүзіп жүр деген мағынаны да білдіреді екен балалар. Үшінші жаттығу. Жаңылтпашты тыңда. Таптырмай қырдан құр, қайттық біз құрдан құр. Жаңылтпашты жаттап аламыз және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.